Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге Slides.mania платформасын түсіндіретін боламын. Ең алдымен Google-ға немесе Яндекске Slides.mania деп жазып іздейміз. Ең бірінші шыққан сайтқа кіріп, регистрация жасаймыз. Менде бұрын тіркелгендіктен автоматты түрде өз аккаунтыма кірді. Сіздер Google аккаунттарыңызды жазып, тіркеп қойсаңыздар болады. Ең бірінші кірген бойда бізге осындай экран ашылады. Ол жерде барлық шаблондар, қажетті түстер, барлық таңдауға болатын сайттар ашылады. Осы жерден өзіңізге керекті барлық дайын шаблондарды презентация ретінде тегін қолдана салсаңыздар болады. Барлық шаблондар шаблоны бөлімінде сіздерге керекті дайын шаблондар бар, образование деген секілді. Осы бөлімдерден өзіңізге керекті шаблонды таңдап алсаңыз болады. Ойын түрінде сабаққа қатысты немесе басқа да заметкилар жазуға арналған тегін шаблондарды пайдалана бересіз. Шаблондарды пайдаланған уақытта PowerPoint, Canva деген секілді скачет етіп жазып алып пайдалана берсеңіздер болады, немесе сайттың өзінде қолданып сілтемесін алып сақтап алсаңыздар болады. Кейін қайтадан басты бетке өтсеңіз, пустая презентация және қасында өзіңіздің бұрыннан қолданған шаблондармен жасаған слайдтарыңыз сақталып тұратын болады. Мына жерде пустая презентацияны бассаңыз, өзіңізге керекті фонды қойып, редактирование жасауға болады, яғни өзіңізге қажетті қылып өңдеп аласыз. Мына жақта жасаған слайдтарыңыздың барлығы сақталу жұмыс болып тұрады. Сілтемені алып немесе скачет етіп PDF форматтарда, PowerPoint форматтарда слайд түрінде сақтап алсаңыз болады. Келесі мен сізге көрсететінім, мысалға дайын шаблонды алсақ, осы дайын шаблонға кіргеннен кейін открыть слайддық Google-да немесе скачет PowerPoint-та бассаңыз, сізге автоматты түрде ноутбугыңызға скачет етіп береді. Немесе ссылкасы Google-дан ашу арқылы өзіңізге керекті түрде өңдей аласыз. Әртүрлі шаблондарды осылай таңдап алып, Google-да редактирование жасауларыңызға болады. Мысалы, менде мына жерде дайын шаблонның тақырыбын, атауын, фонын өзгертуге аламыз. Жасаған слайдтағы әдемі шрифттарды таңдап өзгертуге, барлық жазулардың түрлерін, түстерін белгілеп көрсетуге, өзгертуге болады. Кейіннен өзіңізде дайын болған слайдты печать дегенді басып, өзіңізде PDF форматта немесе автоматты түрде принтерден өзіңізде шығарып алсаңыз болады. Файл бөліміне барып, импорт слайд немесе скачать дегенді баса қоясыз. Жасаған слайдты скачет болғаннан кейін, оны PowerPoint-та ашып, қайтадан тағы да өңдеп алуға болады. Тақырыптарды, суреттерді, фондарды барлығын өзгерте аласыз. Мұнда әртүрлі таблицаларды, фигураларды, цветтерді пайдаланып, жазуларыңызды, түстерін өзгертіп, кез келген фигураны қойып, кесте жасап алуларыңызға, барлық мәліметтерді теріп алуларыңызға болады. Кейіннен жоғарыда көрсетілген фон батырмасын басып, өзіңізге қажетті фонды өзгертіп, немесе загрузки бөлімінен өзіңізге қажетті фонды таңдап, слайдтағы суретті өзгертіп аласыз. Жүйе автоматты түрде барлығын орындап береді.
сонымен слайдсмания дайын шаблондар платформасы және де өзіңіз қолдан слайд жасауға арналған дайын платформа болып табылады. Керектінше қолданып пайдалана бересіздер.